Assalamu alaikum. Қалайсыздар ма? Мына тақырып өте маңызды, күрделі тақырып, адамдың ақидасына байланысты. Ақида дегеніміз, яғни жүрекке байланысты мәселелер. Тақырыбымыз Әл-Үзза деген бір пұт болған. Әл-Үзза пұты Құр'андың 53-ші сүре, Ән-Нәжм деген сүре, яғни жұлдыз деген сүре, 19-ші аятында аты өткен. Мына жерде экранда көріп тұрсыздар. Осы жерде кейін тәфсиріне қарасаңыздар болады. Ары қарай 20, 21, 22-ші аяттар кете береді. Әл-Үзза деген пұт Макка қаласының, мына жерде мына картадан көрсетейін сіздерге. Міне сол жақта Макка қаласы. Кішкене көтерейік картаны. Міне сол жақта теңіз жағында Жидда қаласы. Жидда барғандар, Макка барғандар біледі. Міне Жиддадан Маккаға автобуспен барылады. Міне Макка қаласы Мекке деп қойыпты мына жерде ағылшын тілімен. Одан кейін міне оң жақта байқасаңыздар Таиф деп қойыпты. Таиф қаласы. Осы екі қаланың арасына міне қызыл белгі. Осы жерде Әл-Үзза деген пұт болған. Әл-Үзза. Макканың сыртында мүмкін 40-50 шақырым шығар, енді шамалап айтып жатырмын, нақты емес. Осы жерде Әл-Үзза деген пұт болған. Бұл жердің видеосын да дайындап қойдым, қараңыздар. Міне. Қараңыздар, мына кісінің артында тұрған орын бар, міне көрсетіп жатыр. Осы жерде болған дейді, осы пұт, Әл-Үзза пұты. Міне осы жерлерде болған дейді. Бұл пұт 3 ағаш пен бір үйден тұратын еді. Кәба сияқты бір үй. Қасында немесе ішінде 3 ағаш болған екен. Бұл пұтты қызметін атқаратын адамдары болған, қызметшілері болған. Арабшада сәдәнә деп айтылады. Қызметшілеріне біздерде есіме келмей тұр. Есіме түспей тұр. Не айтатыны жазып жіберіңіз астына пікірлеріңізді. Осы жерде сол Әл-Үзза деген пұт болған. Пайғамбарымыз сәлләм Макка қаласынан Мәдина қаласына қоныс аударғаннан кейін 8-ші жылы Макка қаласын жаулап алды. Макка қаласын жаулап алғаннан кейін сол күнге дейін осы жерде Әл-Үзза пұтына арабтар құлшылық ететін, табынатын еді. Пайғамбар сәлләм Макка қаласын жаулап алғаннан кейін Халид ибн әл-Валидті қасына 30 адаммен осы жерге жіберіп, осы пұтты бұзды еді, үйді бұзды еді, ағаштар кесіп тастады деді. Халид ибн әл-Валид осы жерге келгенде, жаңа осы жердің қызметшілері қашып кетті. Сөйтіп, үйді бұзып, ағаштар кесіп, Пайғамбар сәлләмға келді. Пайғамбар сәлләм айтты, не істеді деді. Айтты, осыны істедім, кестім, бұздым деді үйді. Bir нәрсе көрдің ме деді. Көрген жоқ деді. Көрген жоқпын деді. Бұл айтқан әңгімелер Нәсаиде келген хадис. Имам Нәсаидің риуаят еткен хадисінде келеді. Ешнәрсе көрмедім деді. Көрмеген болсаң, әлі Үззаны жоқ қылған жоқсың деді. Қайтадан бар деді. Қайтадан келді. Үйдің түбін, ағаштардың түбін қаза бастады. İçinden қара нәсілді әйел, басы кір, топырақ бір қара нәсілді әйел шықты. Бұл әйел негізінде жын еді. Жын шайтан болған. Қара нәсіл әйелдің бейнесінде болып шыққан. Сөйтіп, Халид ибн әл-Валид қылшымен басына ұрды, екіге бөлініп кетті. Үлемалар айтады, негізінде адамдар пұтқа емес, шайтандарға табынатын еді дейді. Табынады. Әліге дейін, бүгінге дейін пұттарға емес, шайтандарға табынады. Шайтандар адамдарды адастырып, осындай пұттар арқылы өздеріне шайтандарға табынғызатын еді дейді. Сөйтіп, бұл жерге олар келеді, жаңа табынушылар келгенде, қазіргі заманда да мәселен, бір ағаш болады, ағашқа жіптер байлайды біреулер, немесе зират болады, әулиелер деп.
немесе сондай бір үй болады. Барғанда табынушылар бір дауыс естік дейді, бір пайдасын көрдік дейді. Ол есткен дауыс, көрген пайда болып атқан бұл нәрселер шайтандар арқалы болып жатыр. Естіп атқан дауыстары шайтандардың дауысы дейді, ғалимдар айтады. Пайда көріп атқаны шайтандардың беріп атқан пайдасы дейді. Яғни адамдарды адастырып жүрген пұттар арқылы адастырып жүрген шайтандар дейді негізінде. Сондықтан бір ағаш немесе бір қандай да бір үй, қандай да бір зират жерде осындай бір караматтар көріп жатқан болсаңыздар, ол деген, яғни болды, осы істің, осы жердің караматы дұрыс деген нәрсе емес. Дұрыс Алла Тағаланың Құранында, Пайғамбар салам хадисінде айтқан нәрселер, солар дұрыс. Әр пайда көрілген нәрсе дұрыс деген нәрсе емес, дұрыс деген нәрсе болмайды. Сол Алла Тағала адасудан сақтасын. Альхамдулиллахи раббил аламин.